Сәлем достар, бүгін біз past continuous шағын қарастырамыз. Алдын біз сіздермен present continuous шағымен танысқан болатынбыз. Present continuous бойынша видео сілтемесін төменде описаниеде қалдыратын боламын. Ал дәл қазір past continuous шағына оралайық. Past бұл өткен шақ, ал continuous бұл іс-әрекеттің жалғасуы. Past continuous шағын біз келесі жағдайларда қолданамыз. Бірінші, өткен шақта іс-әрекеттің нақты бір уақыт аралығында болуы. Мысалы, I was jogging from 5 to 6 a.m. yesterday. Мен кеше сағат 5-тен 6-ға дейін жүгірумен айналыстым. Сөйлемде біз іс-әрекеттің кеше өткен шақта екенін және 5-тен 6-ға дейін нақты қандай уақыт аралығында болғанын көрсеттік. Екінші, бір уақытта болған екі түрлі іс-әрекетті сипаттау үшін. Мысалы, I was cooking dinner and my children were playing with the cat. Мен кешкі ас дайындап жаттым, және менің балаларым мысықпен ойнап жатты. Мен кешкі ас дайындап жаттым. Бұл бірінші іс-әрекет. Балаларым мысықпен ойнап жатты. Бұл екінші іс-әрекет. Яғни екі іс-әрекетте бір уақытта болды, және біз оларды бір сөйлемде сипаттап айттық. Үшінші жағдай, нақты бір процестің өзге іс-әрекет әсерінен тоқтатылуы. Бұл жағдайда біз past simple мен past continuous арқылы бір сөйлемде екі өткен шақты қолданамыз. Үшінші ереже бойынша тақырыпты біз сіздермен келесі сабақта толығырақ танысатын боламыз. Ал әзірше сөйлемдердің жасалу жолын талқылайық. Достар, біз сөйлемдер жасалу жолын I, you, we және де өзге есімдіктермен бірге қарастыратын боламыз. Сол себепті ескерту. Сөйлемдерде есімдік орнында адам есімі, мысалы Джесси, Марк, немесе my friends, менің достарым, және де өзге де зат есім болуы мүмкін екенін ұмытпаңыздар. Past continuous шағында сөйлемдерде біз am, is, to be етістігінің өткен шақтағы формасы was, және де are to be етістігінің өткен шақтағы формасы өз сөзін қолданамыз. Болымды сөйлемдерде I, he, she, it есімдігімен тек was және you, we, theyмен тек өз сөздерін қолданамыз. Міндетті түрде сөйлемдегі негізгі етістіктің соңына ing жалғауын жалғаймыз. Мысалы, she was reading. Болымсыз сөйлемдердің жасалу жолы оңай. Біз тек was және were to be етістігінен соң not сөзін жалғау қажетпіз. Мысалы, he was not reading немесе we were not reading. Болымсыз сөйлемдерде was not сөзін wasn't және were not сөзін weren't деп қысқарта айтсақ болады. Мысалы, I wasn't cooking немесе they weren't singing. Сұраулы сөйлемдерді қарастырсақ. Сұраулы сөйлемдерде was және were to be етістігі сөйлемнің басында, кейін ғана есімдік және етістік жазылады. Мысалы, was he writing an essay? Ол эссе жазып жатты ма? Немесе, were you writing an essay? Сен эссе жазып жаттың ба? Ал енді past continuous бойынша тапсырма орындап көрейік. Ең алдымен берілген есімдіктерге дұрыс to be етістігін таңдап жазыңыз. Was немесе өз сөзін. Видеоны тоқтатып, тапсырманы жеке орындап көріңіз. Экранда берілген дұрыс жауаппен өз жұмысыңызды сәйкестендіріңіз. Қате жіберсеңіз, алдын айтылған ережелерді қайта қарап шығыңыз. Әзірше келесі тапсырмаға көшейік. Берілген жақшадағы етістіктерді past continuous шағында жазыңыз. Мысалы, she, ол қыз бала. Жақша ішінде ing үтіктеу етістігі берілген. She есімдігі тұрғандықтан біз ең алдымен ереже бойынша was to be етістігін, кейін ғана ing үтіктеу сөзіне ing жалғауын жалғап жазамыз. She was ironing clothes from 4 to 6 o'clock last Saturday. Ол өткен сенбі күні сағат 4 пен 6 аралығында киім үтіктеп жатты.
Ал енді видеоны тоқтатып, тапсырманы жеке өзіңіз орындап көрсеңіз болады. Аяқталған жұмысыңызды экранда берілген дұрыс жауаптармен сәйкестендіруді ұмытпаңыз. Достар, бүгін біз past continuous жағын қарастырдық. Егер барлығы түсінікті болса, каналымызға тіркелуді және видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.